Қайырлы күн, құрметті оқушы. Біздің бүгін өтетін тақырыбымыз сайлау құқығының қағидаттары, сайлау құқығы мен сайлау жүйесі туралы түсінік. Жалпы оңай тақырып болғанымен көп қателесетін тақырыптардың бірі, тіпті мұғалімдер де қателеседі бұл тақырыпта. Жалпы қазір мен сізге мына беттерге кейін ораламын, общий мына нәрсені түсіндіргім келеді. Жалпы сайлау дегеніміз білеміз, дауыс беру жүйесін белгілі бір лауазымға тағайындалуды біз барлығын сайлау жүйесі деп қарастырамыз, немесе солай түсінсек болады. Жарайды, кеттік. Енді бізде сайлау құқығы екіге бөлінетін: бәсең және белсенді. Бәсең дегеніміз пассивный, белсенді дегеніміз активный, солай түсінеміз. Яғни белсенді қай кезде сіздер дауыс беруге, яғни барлығы якобы белсенді. Түсінікті, дауыс беру құқығын біз белсенді деп айтатынбыз. Келесі, бәсең дегеніміз сайлануға, ол бізде бәсең құқығы болып саналады. Енді сайлау құқығының түрлері бізде төте және жанама болып екіге бөлінеді. Төте дегеніміз тікелей, білеміз, төте тікелей. Жанама дегеніміз геометрияда өттік, мысалы дөңгелекке, білмеймін, жанама сызылған деген сияқты. Через кого-то, через чего-то. И дәл солай. Мысалы біз президентті, мәжіліс депутаттарын, тағы не бар, маслихат депутаттарын төте сайлаймыз, тікелей сайлаймыз. Ал жанама біз сенат депутаттарын сайлайтынбыз, жанама. Немесе әкім жанама сайлаймыз. Мысалы маслихат депутаттарын біз төте сайладық, тікелей сайладық, и сол маслихат депутаттары не істейді? Әкімді сайлайды. Сонда бізде не тұр? Маслихат депутаттары орта тұр ғой. Міне маслихат депутаттарын төте сайлаймыз, жанама біз әкімді сайлап тұр. Түсінікті, түсіндіре алдым деген ойдамын. Келесі, дауыс беру құқығы қағидаттары. Мына ақпараттарды біз көп қателесеміз. Бұл жалпыға бірдей, тең және төте, жасырын дауыс, еріктілік. Бұның барлығы сайлау түрлеріне жатқызып тастаймыз көбінесе. Бұл бізде қағидаттар. Дауыс беру құқығының қағидаттары деп түсінсек болады. Яғни жалпыға бірдей, барлығына ортақ, тең және төте. Тең деген ұғымды білеміз, ол президент болсын, не болсын, кез келген адам. Былайша айтқан кезде қара нәсілді болсын, ақ нәсілді болсын, барлығына бірдей еселенеді, сайлана алады және дауыс бере алады. Былайша айтқан кезде арнайы критериялар бар. Төте ол тікелей дауыс береді. Жасырын дауыс білеміз, жасырын дауыс болады. Еріктілік, яғни өз еркі арқылы. Дауыс беру құқығының қағидаттары. Сайлау жүйесі бұл үшке бөлінеді. Бұл сайлау түрлері емес, көбіміз қателесеміз сайлау түрлерде. Бұл сайлау жүйесі: мажоритарлық, пропорционалдық, пропорционалдық, немесе оны тепе-теңдік деп айтамыз кітапта, және аралас. Мажоритарлық дегеніміз мынандай: 50%-тен көбірек болатын болса, ол бізде мажоритарлық деп түсіндірдім. Мысалы, класста старосын сайлайды деп жатыр, Ақбота немесе кім? Шыңғыс дейін бала. Шыңғысты біз не істейміз? Староста қылдырамыз деген сияқты. Келесі, пропорционалдық дегеніміз, мысалы, әрбір мәжіліс депутаттарына 98 мандатымыз бар, 98 орнымыз бар. И сол 98 орынға біз не істейміз? Әрбір партиядан, мысалы, партиялар не істелінеді? Сайланады. Біз партияға дауыс береміз. Сөйтіп, олар процентін шағып, мысалы, 30%-ын аманат партиясы жеңіп алды дейік. 98 орынның 30%-ін не есептейміз? Былайша айтқанда 5 орын дейік. Сол 5 орны кімнен болады? Аманат партиясынан деген сияқты. И дәл солай пропорциялар арқылы есептеуді біз пропорционалдық жүйе деп айтамыз. Қараңыз, мысалы, 98 орын бар. Бұл жақта жазыла ма, жазылмай ма, білмедім. Мысалы, 98 орын бар. Жарайды. 98 орын бар. Мысалы, біз партияларды сайладық. Аманат партиясы 30% жеңді. Аманат партиясы 50% жеңді. Қалған ауыл партиясы жеңді, білмеймін. Тағы халық республика партиясы жеңді. Енді 50% дегеніміз неше? 49 болды. Яғни 49 орынды кім алып тұр? Аманат партиясының адамдары отырады. Қалған, мысалы, 10% болатын болса, 9 орын, 9 орынның басқа бір партиядан отырады деген сияқты. Енді аралас дегеніміз қандай? Аралас дегеніміз мысал айтып жатырмын, бізде ондай емес. Мысалы, жаңағы 98 107 депутатымыз бар дейік,
107-нің 50-ін кім сайлайды? Білмеймін, халық сайлайды дейді. Мысал бұл, иә. 50-ін халық сайлайды. 57-сін тоже халық сайлайды, бірақ не арқылы? Жаңағы партияларды сайлау арқылы, пропорционалдық арқылы деген сияқты, иә. Бұл кейбір басқа мемлекеттерде бар. Мысалы, былай айтайын. Тағы не бар? Кейбір депутаттарды, мысалы, бір мемлекеттің депутаттарында 50 депутат бар дейік. 25-ін кім сайлайды? Білмеймін, президент сайлайды тікелей. Қалған 25-ін кім сайлайды? Халық сайлайды, пропорция, партиялар арқылы сайланады. Ол Түркияда бар, қателеспесем, партиялар мен пропорционалдық нәрсе жүйесі. Түсінікті деп ойдамын. Енді кеттік, келесі мына беттерге көшейін екен. Қараңыздар, енді мына жерде республика президенті, парламент мәжілісі, мәслихат депутаттары не деп айттым? Жалпыға бірдей, тең және төте сайлау. Жалпыға бірдей, тең және төте сайлау, ол түсінікті. Барлығына ортақ, тең және төте сайлау арқылы жасырын дауыс беру жағдайында өткізіледі дейді. Ал парламент, сенат депутаттары не дейді? Жанама сайлау арқылы. Және мен әкімді айтқан, иә? Кеттік, келесі. Енді жалпыға бірдей сайлау құқығын білеміз. Белсенді сайлау құқығы және бәсең сайлау құқығы. Сайлау құқығына 18 жасқа толған азаматтар қатыса алады екен. Келесі, сайлау жүйесінің негізгі 3 түрі бар: мажоритарлық, тепе-теңдік, аралас деп түсіндірдім. Мына жақта оқып шықсаңыздар болады. Я, бірақ ереже бойынша бір оқып шығыңыз. Мысалы, мажоритарлық сайлау ол көпшілік жүйе деп қалыптасады. Абсолюттік, я, мына жерде басымдылықпен қараңыздар. Енді мажоритарлықтың 2 түрі бар, оны көрсетіп тұрып. Абсолютті басымдық жүйесі, салыстырмалы, я, абсолютті дегеніміз 50% жеңсе, уже автоматически ол абсолютный сол адам болады деген. Салыстырмалы проценттерін есептейді. Біреу 38% жинады, біреу 36% жинады. 38% жинаған есебі сол сайланады деген. Келесі, ол бізде сайлау комиссиялары. Білеміз, орталық сайлау комиссия бар, аумақтық сайлау комиссиясы бар және учаскелік сайлау комиссиясы. Я, қараңыздар, аумақтық сайлау комиссиясы бізде облыстық, я, қалалар, ауданды, қалалық болып бөлінеді. Учаскелік сайлау комиссиялар білеміз, я, бұрындары мектепте, больница болсын, мемлекеттік мектептерде, и солардың барлығы бізде учаскелік болып саналады екен. Келесі тақырыпта көріскенше.